Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын мамин цветок десертін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз бір жұмыртқамызға 4 ас қасық шекерді алып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң бір ас қасықпен сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын 4 ас қасық сүт, оны да жақсылап салып араластырамыз. Келесі 2 ас қасық ұнымызды, 1 чай қасық разрыхитель және керегінше какаоны қосатын боламыз. Бұл жерде 2 ас қасық какао болады. Барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, 5-10 минутқа микроволновкада пісіріп алатын боламыз. Бұл өте тез болады. Біздегі осындай кез келген ыдысқа салып, алдын ала осылай дайындап 5 минутқа жіберетін боламыз. Бұл бисквитті пеште де пісірсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне пісіп шықты. Піскенін осындай зубочистканың көмегімен көреміз. Бізде толықтай пісіп шыққан. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша блендермен немесе қолдың көмегімен майдалап езіп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Өте қарапайым және тез болатын десерттердің бірі. Қонақ келген кезде де ойланбастан ұсынуға болатын ерекше десерттердің бірі. Келесі бізде Қазақстан шоколадын бір плиткасы қажет болады. Менде алдын ала істетілген Қазақстан шоколады бар болғандықтан жарты Қазақстан шоколадын салып ертіп аламыз микроволновкада. Келесі бізде осындай қағаз бумажныйлар керек болады. Бұл қағаз бумажныйларды шоколадымызды ерітіп болған соң қасықтың көмегімен барлық жеріне тигізіп шоколадтарымызды осылай жағып шығатын боламыз. Біз бұл жағып шыққаннан соң 20 минутқа біріншісін жіберетін боламыз. Одан кейін қайтадан тағы да шоколадымызды жағатын боламыз. Бұл біздің шоколадымыз сынып кетпей жақсы шығуына әсер етеді. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Міне біздің шоколадтарымызды холодильникке жібереміз. Енді қағаздан босатып аламыз. Барлығын аккуратно жасау керек. Міне біздің қағаздан шыққаннан соң осындай болып шықты. Келесі біз ішіне жаңағы бисквиттерімізді жинайтын боламыз. Бізде банан қоссаңыздар болады қалауларыңыз бойынша. Бірінші бисквитімізді саламыз, бананымызды салатын боламыз. Сосын творожный, сливки, қант ұнтағы қосылған кремімізді салсақ болады. Өздеріңіздің кез келген қалауларыңыз бойынша кремдерді қоссаңыздар болады. Барлығы кетеді. Төменге описанияға белгілеп қалдыратын боламын жазып. Сіздер сол жерден қарай аласыздар. Барлығын осылай қасықтың көмегімен жағып, бір тегіс етіп, осылай стаканымызды жинайтын боламыз. Міне біз стаканымызды жинап болдық. Енді келесі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген осындай әдемі гүлдерді қойсаңыздар болады. Менде пока осындай искусственный гүл болғандықтан осылай әрлетін боламын. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып шығады. Достар, егер де видео ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.